Сол кезде ұмтылып бара жатқан пайғамбарымыз салсам, ана қысылып қалған диірменнің екі тасының арасында қалған мұсылмандарды қайтып ашсам арасын, қайтып бір саңылау тауып, оларды мұны артқа қарай шегіну тактикасына қарай жүгіну. Соғыстағы шегіну тактикасы. Шегініп барып, қайтадан ес жиып алу деген нәрсе бар. Өйткені ес жимай, бәрі бытыраңқы қашып бара жатқан кезде ештеңе бітіре алмайсың. Сол кезде жаңа аятқа қарасаңыз, бір өзің ғана соғыс ей пайғамбар, Алланың жолында. Өзіңнен басқаға міндеттелмейді. Уахарридил муъминин. Алланы муъминдерді жаңағы соған не дейді, шабыттандыр дейді. Соған пайғамбарымыз, ей Алланың құлдары деп шабыттандырып жатыр. Естігендер бар, естімегендер бар. Сол әуелгі мақсатынан қайтпай шайқасып жатқандар да бар ана жерде. Асаллаху айякуфа бәсәллазина кафару. Муъминдерді шабыттандыр, үміт етіледі, егер олар саған жауап берсе, Алла Тағала кәпірлердің соққысын кері қайтарып жіберуіне дейді. Валлаху ашадду бәсән. Өйткені Аллах Тағала соққы тұрғысынан ең күшті ғой дейді. Ва ашадду танкила. Соғыстың кезінде жазалау тұрғысынан ең күшті ғой дейді ол. Сондықтан пайғамбарымыздың бойында тұр ғой жаңағы күллі нәрсе. Қаншама халық қашып бара жатса да мызғымай тұр ғой, мызғымай. Үстінде жаңа екі сауыты бар, басында дулығасы. Дулығаның өзі жаңағы толық темірден қиылған дулыға болады. Жаңа ішіне киіз бастырады, мысалы киіп. Сондай-ақ темірдің бөлшектерінен біріктіріп жасалған құралмалы дула болады. Оның жағында жаңағы сымдардан тоқылған тор болады былай. Құлаққа тиіп кетсе, мойынға тисе, соны қорғайтын, арқаға желкеге дейін төгіліп тұратын торы бар. Мына пайғамбарымызды сондай бейнеде елестетіңіз. Жаңаға қарай жылжып бара жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дауысын естіген кезде, Холид бір топ әскерін сол жаққа қарай бұрады. Өйткені негізгі нүкте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Егер сол өлтірілсе, бүкіл нәрсе бітті деген мақсат қояды. Шайтан осы мақсатты қояды оларға. Олардың күллі мақсаты дәл қазір Алланың елшісін өлтіру деген нәрсеге қарай істей бастайды.